Сәлеметсіздер ме? Менің отаным менің бастамам байқауы номинациясы менің отбасым сабақтастық құндылықтар мен мағыналар номинациясы бойынша жобамның тақырыбы әр шаңырақтың ұстанымы дана сөз берік дәстүр. Менің есімім Жеңбек Балнұр, Мағжан атындағы номер 65 мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысымын. Менің жобамның мақсатына тоқтала кететін болсақ, отбасыдағы ұлттық тәрбие мен құндылықтарын насихаттау, халық даналығын, мақал-мәтелдерді, өнегелі сөздерді үйретіп, ұрпақ тәрбиесіне қолдану, дәстүрлі құндылықтарды сақтау арқылы қоғамда мәдениетті нығайту. Енді менің жобам міндеттеріне тоқтатын болсақ, қазақ халқының салт-дәстүрлерін зерттеп, таныстыру, дана сөздер мен мақал-мәтелдерден мысалдар келтіру, отбасында дәстүрді сақтау жолдарын көрсету, ұрпақ тәрбиесінде ұлттық ерекшелікті дәріптеу. Күтілетін нәтиже: жоба арқылы оқушы не ала алады? Біріншіден, балалар мен жастар арасындағы отбасы құндылықтарына қызығушылық артады. Ұлттық салт-дәстүрлердің мәні түсінікті болады деп есептейміз. Себебі қазіргі уақытта көптеген ата-аналар балаларына қандай қызығушылық тудыратын біле бермейді. Сондықтан біз ол қызығушылық ашылуына көмектесеміз десек те болады. Екіншіден, дана сөз тәрбие көзі қағидаты кеңінен таралады. Мықты отбасы институты қалыптасады деп есептейміз. Сондықтан барынша осы өзіміздің бағыттарымыз арқылы баланың қызығушылығын, бала мен отбасының ара қатынасын нығайта аламыз. Ұлттық салт-дәстүрлердің мәнін және олар қандай мән мағына беретінін түсіндіре аламыз. Себебі қазіргі уақытта көптеген отбасылар заманауи салт-дәстүрлерді ұстанады да, оны неше түрлі бағытқа бөліп тастаған немесе өзгертіп тастаған деуге келеді. Егер салт-дәстүр өзгеретін болса, оның қазіргі уақытта мән мағынасы да өзгеріп кетеді. Сондықтан салт-дәстүрді қалай бар, солай ұстану керек деп есептейміз. Сондықтан барынша салт-дәстүр мен отбасылық құндылықты дұрыс сақтау керек. Жобаның құрылымына тоқталатын болсақ, негізгі бағыттары: дана сөз тәрбиенің негізі деп білеміз. Қазақ мақал-мәтелдері, нақыл сөздер арқылы тәрбие беруіміз керек. Осы тәрбие беру арқылы тек қана тәрбие бермейміз, сондықтан онымен қоса мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді білуді және оларды жатқа білуді үйретеміз деуге келеді. Олар осы мақал-мәтелде, нақыл сөздермен сөйлейтін болса, өздерінің де сөздері гүлдене кетеді деуге келеді. Берік дәстүр, мықты отбасы, салт-дәстүрлердің рөлін айтамыз бұл жерде. Мысалы, бесікке салу, тұсау кесу, сәлем салу деген сияқты неше түрлі салт-дәстүрлердің әрқайсысының орны бар. Оларды орнымен нақты түрде қолдана білуіміз керек. Себебі олардың қолданылуы біз үшін үлкен бір насихаттау, үлкен бір салт-дәстүріміздің сақтауы деп білеміз, рухани байлықтардың. Ұрпаққа өнегеге тоқталатын болсақ, үлкеннің кішіге үлгісі, ата-әже институты, шежіре мәдениеті. Бұл жерде бір сөз бар ғой: 6 жасар жүгіріп келе жатса, 60 жастағы шал орнынан тұрып амандасады деген. Бұл жерде нені айтқымыз келді? Бұл сөздің түпкіріне тоқтайтын болсақ, үлкен кішілерге қандай тәлім-тәрбие көрсетсе, кішілер де болашақта өздерінің арттарынан келе жатқан ұрпаққа тура сондай тәлім-тәрбие береді деп есептейміз. Ал енді ата-әже институтына тоқталатын болсақ, қазіргі ата-ананың орны бөлек, беретін тәрбиесі бөлек, ал ата-әженің беретін тәрбиесі мен олардың айтатын сөздері, ақылдары бөлек деуге келеді. Себебі көптеген қазіргі жас ата-аналар өзінің балаларын бір заманауи түрде тәрбиелейді дейміз. Ал шежіре деген жеті атасын білмеген жетесіз демекші. Шежіресін әлбір адамдар білу керек. Отбасылық жобалар, мектеп ішінде ұлттық мерекелер өткізу, оның ішінде жаңағы салт-дәстүрді айта өткен болатынбыз. Сол салт-дәстүрлерді көру арқылы балалар оның мән мағынасын, қай жерде қолданылу керек, қай жерде қолданылмау керек деген сияқты бір тәлім-тәрбие ала алады. Біздің мектепте мысалы әрбір наурыз сайын әрбір сынып өзі бір ерекше бір салт-дәстүрді алып, соны көрсетіп, терең мағынасын анықтама береді. Ал әр жұма сайын ұлттық киім күні болады. Бұл жерде тек қана ұлттық киім киіп қана қоймай, оларға салт-дәстүрге байланысты, киімге байланысты немесе бір ұлттық рухани жағдайларға байланысты сұрақтар қойылады, немесе мақал-мәтелдерге, нақыл сөздерге байланысты неше түрлі сұрақтар қойылады. Іс-шаралар идеяларына тоқталатын болсақ, дана сөз отбасының айнасы демекші. Мақал-мәтел сайысы бізде өте ерекше түрде өткізіледі. Бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл менің сүйікті бағытым, идеям деп есептеймін. Себебі қазіргі уақытта көптеген жастар мақал-мәтелмен, нақыл сөздермен сөйлейтін болса, олардың
сөздері гүлдене бастайды және тазара бастайды деп айтқым келеді. Ол тазара бастайды дегеніміз қазіргі жастардың көбісі мақал мәтелмен емес, керісінше боғауыз сөздермен сөйлейді. Екі сөздердің бірі боғауыз болып. Сондықтан оны дұрыстай білуіміз керек. Отбасылық шежіреге тоқтатын болсақ, бұл жерде бізде мектепте арнайы іс-шара бар. Жыл сайын 2-3 рет болмасын үлкен кісілерді, ата-әжелерімізді мектепке шақыра отырып, оқушыларды жинай отырып, үлкен кісілерден жастарға бір ақыл, тәлім, тәрбие береміз деуге келеді. Ол кісілердің бір ақылын, тәрбиесін, немесе ол кісілердің бір мақалдап сөйлеген сөздерін естігенде біздің жанымыз жылып, бір ғанибет болып қалады. Ол кісілердің ақылын естіген кезінде бір мәз болып қаламыз. Сондықтан бізде бұл іс-шаралар өте жиі өткізіледі. Салт-дәстүр эстафетасына тоқтатын болсақ, қазақ дәстүрін көрсету, жаңа айта кеткендей, наурызда біз неше түрлі салт-дәстүрлерді көрсету арқылы болашақ жастарға салт-дәстүрді ұмытпау керек екенін және оны ары қарай жалғастыру керек екенін көрсете аламыз. Біз мысалы 11 жыл оқығанның өзінде 11 жылы әртүрлі салт-дәстүрлерді көріп, естіп жүрміз. Ұлттық тағам күніне тоқталатын болсақ, ұлттық тағам күні бір ерекше күн деп айтуға келеді. Әр шаңырақ өз тағамын таныстырады. Мысалы, кейбір отбасыларда біз естідік, көрдік, аптасына бір рет болсын үйінде ұлттық тағам жасалу керек. Оларда белгілі бір тәртіп немесе салт-дәстүр ұлттық тағам күні деп аталып кеткен. Бұған біз де қызығамыз. Осы арқылы біз ұлттық тағамдарымызды тани білеміз деп айтамыз. Дәстүрлі ойындар фестиваліне тоқтатын болсақ, өзіміз білетіндей асық ату, арқан тарту, тоғызқұмалақ сияқты көптеген, бес тас деген сияқты көптеген ойындарды біз 1-ші сыныптан бері 65-те ойнап жүрміз, әлі күнге дейін ойнаймыз. Тура солай болашақ жастарға, кішкентайларға әлі күнге дейін насихаттай білеміз. Себебі телефонмен, гаджетпен, ғаламтормен ғана емес, осындай да бір қызықты ұлттық ойындарымызбен көңіл көтеруге және де ойымызды бөлуге бізге мүмкіндік беріледі. Осы мүмкіндікті пайдалану керек, ұлттық ойындарды дамыту керек. Жобаның қазіргі замандағы өзектілігіне тоқталатын болсақ, ұлттық құндылықтардың әлсіреу қаупіне. Бұл жерде айта кететін нәрсе, көп балалардан салт-дәстүр немесе бір белгілі бір мақал мәтел жайлы сұрай қалсаң, олар көбінесе ол не деген сұрақ қойып жатады. Себебі оларға үйлерінде ондай салт-дәстүр қолданылмағаннан кейін, немесе қоршаған орталарында осындай салт-дәстүр қолданылмағаннан кейін, оларға оны білу қиын. Сондықтан біз оны білгізе білуіміз керек. Отбасы институтының әлсіреуі, жаңа айта кеткенде, жалғыз бастығы және де ата-анасы ажырасып кеткен отбасыларға тоқталатын болсақ, олар қазіргі уақытта оларға көмек керек. Сондықтан біздің мектепте арнайы іс-шаралар өткізіледі. Ол іс-шаралар тек қана оқушылар үшін емес, ата-аналар үшін. Ата-аналар балалармен қалай қарым-қатынас орнату керек, оларға не үйрету керек бірінші орында, қандай рухани байлықтарды, рухани құндылықтарды, отбасылық құндылықтарды үйрету керек деген сияқты іс-шаралар өткізіледі. Біз ол жерде ата-аналармен ашық түрде сөйлесе аламыз деп айтуға болады. Рухани жаңғыру және ұлттық кодты сақтау. Біздің президенттеріміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қасым-Жомарт Тоқаев айтпақшы, олар бізге осы рухани жаңғыру және ұлттық кодты сақтай білуіміз керек деген сияқты заттарды насихаттап жіберген болатын. Ол тек қана бізге қатысты емес, ол күллі халыққа қатысты. Сондықтан біз сол насихатты ары қарай жалғастырып, дамытқымыз келеді, сіздерге көрсеткіміз келеді. Оны одан ары қарай жалғастырып, басқа да жастарымыз, ұрпақтарымыз, үлкен кісілеріміз болсын, білсін, көрсін деген бағытта осы жобаға қосқан болатынбыз. Жас ұрпақтың тәрбиесіне тоқталатын болсақ, жас ұрпақтың тәрбиесі бірінші орында. Көбінесе бізде қазақта түсінік бар ғой, баланың тәрбиесі отбасынан, шаңырағынан басталады деген. Сондықтан бірінші орында отбасысы. Барынша рухани байлықпен, ұлттық құндылықтармен, отбасылық құндылықтармен жақсы тәрбие берсе деген бағытта осы жас ұрпақтың тәрбиесін нығайтуымыз керек деп есептейміз. Қоғамдағы ізгілік пен мәдениетті нығайту. Жаңа айта кеттім ғой, ізгілік пен мәдениетті нығайту кезінде көптеген балалар далада немесе сыртта, қоршаған ортада, мектеп ішінде немесе басқа да бір қоғамдық орындарда қарасақ, ауыздарында боғауыз сөз түспейді. Екі сөзінің біреуі болсын боғауыз сөз болып келеді. Сондықтан неге сол боғауыз сөзді айтпа? Керісінше олардың орнына пайдалы, саған бір мән мағына беретін сөзді қолдан деген сияқты қылып өзіміздің ақылымызды айтып, керісінше оларға бағыт-бағдар бермеске. Қорытындылай келе, бұл жоба ұлттық құндылықтарды сақтап, отбасы тәрбиесін нығайтудың маңызды қадамы. Дана сөз ұрпаққа бағыт берер шамшырақ, ал берік дәстүр мықты қоғамның негізі болып есептеледі. Біз осы жобамыз арқылы жаһандану дәуірінде салт-дәстүрді жаңғыртқымыз келеді. Ұрпағымызға ізгілік пен имандылықты мұра етеміз. Себебі ізгілік пен имандылық бар жерде әрқашан тәртіп, тәрбие, тәлім бар деп есептейміз.